Сәлеметсіздер ме оқушылар, математика сабағының 85-ші сабағы 17 көбейту 5, 84 бөлу 4 түріндегі кестеден тыс көбейту және бөлу. Бүгінгі сабақтың мақсаты кестеден тыс мына жағдайлардағы, яғни 17 көбейту 5, 96 бөлу 6, 75 бөлу 15, 84 бөлу 4 түріндегі ауызша көбейту және бөлулерді орындаймыз бүгінгі сабақта. Балалар, алдымен қалдықпен бөлуді қайталап алайық. Компоненттері қайсылар еді? 13 бөлінгіш, 4 бөлгіш, 3 толымсыз бөлінді және 1 қалдық. Енді қалдықпен бөлуді қалай орындайтын едік? Кәнеки еске түсірейік. 13-ті 4-ке бөлу үшін 13 4-ке еселік сан емес, яғни көбейту кестесінде 13-ті 4-ке бөлінбейді. Енді 13-тен кіші 4-ке еселік сан бұл 12. 12-ні 4-ке бөлгенде мінеке 3 шықты. Қалдығын есептеу үшін мына 13-тен 12-ні азайтамыз. Сонда 1 қалады. Немесе 4-ті 3-ке көбейтемін, 12, 13-тен алып тастаймын, сонда 1 қалдық шықты. Түсінікті ме? Егер бөлгіштен кіші болса, бөлінді, толымсыз бөлінді 0-ге тең болады. Қалдығы мына бөлінгіштің өзіне тең болады. 7. Тексереміз. Екінші жағдайды тексереміз. Кәнеки қарайық. 8-ді 0-ге көбейтеміз 0, оған 7 қалдықты қосқанда 7 шықты. Түсінікті ме? Міне осылайша орындаймыз. Балалар, бүгін біз 27 көбейту 3, 34 көбейту 5 түріндегі көбейтуді орындап үйренеміз. 27-ні 3-ке көбейту үшін алдымен бірінші көбейткішті разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазамыз. 27 дегенді 20 қосу 7 деп алдық. Оны 3-ке әрқайсысына жеке-жеке көбейтіп шығамыз екінші амалда. Қараңыздар. Әрбір қосылғышты жеке көбейтіп, шыққан нәтижелерді қосамыз. Міне осылайша орындалады. Көбейтудің моделіне қараңыздар. Бөлудің түрлері 63 бөлу 3, 68 бөлу 4 түріндегі бөлулер. 63-ті 3-ке бөлу үшінде 63 санын разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде, яғни 60 қосу 3 деп жазып алам. Ал одан соң жеке-жеке бөліп шығамын, шыққан нәтижелерді қосамын. Өте оңай. Моделіне қарайтын болсаңыздар, мінеке 60 және 3, әрқайсысын 3-ке бөлеміз, 20 мен 1 болды, 20-ға 1 қосқанда 21. Ал 78 бөлу 3 түріндегі бөлу, бұл жерде разрядты қосылғыш түрінде жазатын болсақ, 70 қосу 8 болады. 70-те 8-де 3-ке бөлінбейді. Демек, біз көмекші баспалдаққа қарайық. Бұл жерде 60 саны бөлінеді 3-ке, және 60-қа 18-ді қоссақ, 18-де 3-ке бөлінеді. Сонда 78 дегенді 60 қосу 18 деп алам. Одан соң жеке-жеке бөліп шығам, шыққан нәтижелерді қосамын. Модельге назар аударайық. Кәнеки балалар, бірінші және екінші есепті ауызша орындаймыз. Бірінші есепте суретшілердің шығармалары тұр. Бұл суретшілердің қолөнер еңбектері, суреттер тұр. Бұл жерде біз есептеуіміз керек. Мысалы, Әбжанованың қысқы бақ картинасын неден салынған екенін білу үшін біз 14-ті 11-ге көбейтуіміз керек. 14-ті 11-ге көбейту үшін 14 дегенді 10 қосу 4 деп алам. Енді әрқайсысын жеке-жеке көбейтіп шығам 11-ге. 10-ды 11-ге көбейткенде 110 шығады. 4-ті 11-ге көбейткенде 44 шығады. 110-ға 44 қосқанда 154 болады. Демек, Әбжанованың қысқы бақ картинасы акрилмен салынған екен. Көрдік пе? Енді Әбілхан Қастеевтің көкжайлауын өз бетіңізбен есепте қойыңыздар. Басқа суретшілердің де шығармаларын неден салғандығын
есептей қойыңыздар. Номері екінші есепте қалай есептелгенін түсіндір дейді. Мен сіздерге жоғарыда осыған ұқсас есептерді көрсеткен болатынмын. Енді бұл жерде 84 бөлу 4 дегенді қараймыз. 80 қосу 4 түрінде алған ғой. 963 бөлу 3 дегенді 900 қосу 60 қосу 3, яғни 3 қосылғыштың қосындысы түрінде жазған разрядтық қосылғыш. Әр қайсысын жеке-жеке бөліп шыққан. Сонда 321 шыққан. Назар аударамыз, онда есеп бізде кездеседі. Номері үшінші есептің алтауын, яғни 3 бағанын шығарамыз үлгіге. Назар аудара отырып, жоғарыда түсіндірдім. Номері төртінші есепте, егер есептің ішінде қосу, азайту, көбейту, бөлу қатар келсе, алдымен көбейту мен бөлуді орындап аламыз. Үлгіге қарай отырып шығара қойыңыздар. Номері бесінші есеп, бұл балалар практикалық жұмыс десек те болады. Бұл жерде, яғни сандардың көршілерін тауып, оны қима қағаздар ретінде қағазға жазып, қиып алып, одан соң сандарды кему ретімен орналастыруымыз керек. Оны қосымша үйден шығаруға болады. Балалар, номері 6-шы есепте жоғарыда А бөлігінде үлгісі тұр, түсіндірме, ал Ә бөлігін біз өз бетімізбен шығаруымыз керек. Оның тек қана үшеуін орындай қойыңыздар көбейтуден. Үлгіге қарасаңыз, барлығы да түсінікті, барлығын түсіндірген болатынмын. Номері 7-ші есепте жаңа кездеседі деген есеп қараймыз. Яғни 242 көбейту 2 дегенді 200 қосу 40 қосу 2 деп жазып алған. Әр қайсысын жеке-жеке көбейткен, көрдік пе? Ең соңында барлық нәтижені қосқан 484 шығады. Менің үлгімен назар аударамыз. Көбейтуден бір мысал және бөлуден бір мысал көрсетіп қойдым. Көбейтуді түсіндіруге дейін 314 дегенді 300 қосу 10 қосу 4 деп жазып алам. Одан соң 2-ні 300-ге көбейтем, 2-ні 10-ға көбейтем, 2-ні 4-ге көбейтем. Сонда 628 шықты. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.